Оразаларыңыз қабыл болсын. Кешкі ауызашарға арналған рецепт менен қабыл алыңыздар. Ең бірінші тамағымыздан бастайық. Және бір сәтке менің еңбегімді бағалап, видеома лайк қойып қойыңыздар, және міндетті түрде каналыма тіркеліп алыңыздар. Ең бірінші қазанымызға етімізді салып, су құйып отқа қоямыз. Біздің етіміз қайнағанша қамырымызды илей береміз. Мен бұл қамырға 6 жұмыртқаның сарыуызын пайдаландым. Кішкене ғана тұз қосып, қатты етіп қамыр илеп шықтым. Сол уақыт аралығында біздің етіміз қайнады, бетіндегі көбігін барлығын алып тастаймыз және баяу отта 2-2,5 сағат піскенше қайнатамыз. Піскеннен кейін етімізді сүзіп аламыз және одан кейін сорпамызды жақсылап сүземіз. Біздің сорпамыз азайып қалды, үстінен кішкене су құйып қайнатамыз. Біздің суымыз қайнағанша біз картопымызды және сәбізімізді майдалап турап алайық. Су қайнағаннан кейін ең алдымен сәбізді салып 10 минут қайнатамыз. Одан кейін картопымызды саламыз және біз сол аралықта нанымызды жаямыз. Нан қатты болғандықтан ешқандай ұнды қажет етпейді, құр өзін осылайынан жайып шығасыздар. Жұқалап жайып болғаннан кейін дәл ортасынан кесеміз және оны бір-бірінің үстіне қойып, осындай майдалау бөліктерге кесіп шығамыз. Одан кейін қамырымызды бір-бірінің үстіне қойып, осындай жіңішке лапша етіп кесіп аламыз. Мен бұл жерде ешқандай ұн қолданбадым, қамыр бір-біріне жабыспайды. Әрине кесіп болғаннан кейін бір-бірінен ажыратып, осылай шашыратып қойған дұрыс. Қамырымыздың бәрін кесіп алдық және қайнап жатқан сорпамыздың үстіне салып, жақсылап араластырамыз. Ең соңынан туралған етімізді саламыз. Бұл менде сүрленген ет болғандықтан сорпаның түсі осындай болып шықты. Біздің тамағымыз дайын. Ал десертке меренговый рулет дайындадым. Біздің тамағымыздан қалған 6 жұмыртқаның ақ-уызын алып, миксермен баяу жылдамдықта айналдырамыз. Кейін оның үстіне кішкене тұз қосып және лимон шырынын қосамыз. Айналдырып тұрып, одан кейін аз-аздан қантымызды қосып айналдырамыз. Жайлап баяу жылдамдықтан үлкен жылдамдыққа дейін миксердің жылдамдығын көбейтеміз. Ең соңынан кукурузный крахмал қосып, тағы да араластырамыз. Біздің меренгамыз осымен дайын. Енді ыдысымызға салып, жақсылап жайып аламыз, әдемелеп. Одан кейін бетін әдемелеп тегістеп аламыз. Және духовкада 100 градуста 50 минут пісіріп аламыз. Біздің меренгамыз дайын болғаннан кейін басқа бір пергамент қағазына немесе орамалға төңкеріп қоямыз да, астындағы пергаментті алып тастаймыз. Одан кейін крем дайындаймыз. Творожный сырдың үстіне 150 грамм сгущенка қосып, миксермен айналдырамыз. Оның үстіне сливки қосып, 33% тағы да айналдырамыз. Дайын болған кремімізді меренганың үстіне қойып, тегістеп жағып шығамыз. Одан кейін сыртындағы пергамент қағазынан ұстап тұрып, асықпай жайлап орап отырып, меренгамыздың формасын келтіреміз. Одан кейін ыдысымызға салып аламыз да, қалған кремімізді бетіне әдемелеп осылайынан орналастырып шығамыз. Және қалауларыңызша кез келген жидектерді үстіне қойып сәндеуге болады. Біздің меренгамыз дайын болды. Кесіп тарелкамызға салсақ болады. Келесі салатымызды дайындаймыз.
бір дана помидорды алып, кубиктап майдалап турап шығамыз. Оны ыдысымызға орналастырып, келесі кезекте бір дана қиярымызды да майдалап, кубиктап турап аламыз. Ыдысымызға салып, және консервіленген жүгері, сонымен қатар кириешкемізді салып, ортасына майонезімізді қоямыз. Салатымыз дайын. Бірінші күннің ауызашарына арналған тағамымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын, оразаларыңыз қабыл болсын. Міндетті түрде каналыма тіркеліп алыңыз. Алдағы уақытта оразаға арналған рецепттерді жіберіп алмаңыздар, күнде салып тұрамын.